сатылып жатыр. Көлікті сатқан кезде қалай дұрыс сату керек? Көлікті бұндай жағдайда мүлдем сатуға болмайды. Более-менее жуылды, енді қазір тряпкамен сүртіп аламыз. Бірақ еркектерге айтарым, қоса бермеңіздер. Тұрмай қалады ертең. Қазіргі таңда 6 миллион 700-800 маңайы. Сәлем достар, қандайсыздармен тағы да бүгін бізде шолу болсын, өте қысқа шолу болады. Неге десеңіздер, бұл көлік сатылып жатыр, ертең Алла қаласа алып кетеді таңертең. Сондықтан да қазір клиенттер біз бұны дайындап, жуып, қалай жуған бәрін қысқаша айтып кетемін, көрсетіп кетемін. Жуып қойғанбыз. Қара машинаның проблемасы сол, быт-шыт болып жуып тазалап қойған. Қазір кіргіземіз. Өте қысқаша көрсетіп шығайық. Hyundai i35 негізі. Бұл таза кореялық нұсқасы. I was from the city, she was from the outside, I was from the north. Көлікті сатқан кезде қалай дұрыс сату керек? Мынандай сырты быт-шыт болып тұр, мынаған қазір. Дәл қазіргі сәті сырты бәрі быт-шыт. Қазір қалай жуу керек, ішінде қандай колхоздарды алып тастау керек, соның бәрін көрсететін боламын. Негізі көліктің сыртынан бастау керек, сыртын жуу керек, жақсылап жуып шампунмен. Мына ненің бәрін кетіреміз, шыбындарды, шыбындардың боқтарын бәрін. Быт-шыт болып кеткен, бұлай сатуға болмайды, өйткені қазір клиент келе жатыр, сондықтан да барынша көліктің таза болған дұрыс. Содан кейін баллондарын көрсетсек, баллондардың өзі быт-шыт болып тұр. Бұны қазір қалай жылтыратамыз, бәрін көрсетеміз. Сонымен достар, қазір салонды көрсетейінші. Кел, осы жағынан кел, мына жағынан. Көлікті бұндай жағдайда мүлдем сатуға болмайды көлікті. Біріншіден көріп тұрсаңыздар, бутылка, мусор, ішінде қарасаңыз влажный салфетка жатыр. Одан кейін достар, шамалы алыстау түсіре бер. Одан кейін мынандай чехол, рульге чехол егізіп тастаған, оны да олай сатуға болмайды. Одан кейін мына чехолды алып тастау керек, өйткені бұл жерде шамалы былғары бар, эко-кожа дейді. Сондықтан да бұлар барынша не бар, соны көрсету керек. Короче, колхоз болмау керек. Мына жақта жаңа міне ішін көрсетші. Очки, мынандай, ана жақта. Не, баклажка бәрі жатыр, мына ішін көрсетеді, қандай жұмысы. Көлікті бұлай сатуға болмайды. Қазір бәрін шешеміз, бәрін алып тазалаймыз. Салонды өте жақсылап жуу керек, өткен салон шаң-шаң быт-шыт. Мынандай мүлдем болуы болмайды достар. Мынандай мүлдем қарашы. Ана жақта быт-шыт, жастық жатыр, андай тағы бірдеңе, маска. Короче, бәрін жақсылап тазалау керек. И сондықтан да еще багажда полный тазалану керек. Багаж вроде мынауның өзі болмау керек, клиентке неприятно. Мынаның ішін бәрін сүртілу керек. Енді мен қолым ыңғай келмейді, негізі өзім істейтінем. Қазір екінші шекке істетеміз. Екінші шекке істетіп, мынаның бәрін тазалатамыз, мынаның бәрін тап-таза болу керек, клиент көргенде. Көлік жаңа сияқты болу керек. Ендеше бастаймыз. Не бар тұғын? Керхер деген моторчикпен, оның напор жетпей, суда напор жоқ, бәрінде огород. Сондықтан да енді қолмен жууға тура келіп тұр. По идее, қолмен жуу болмайды көлікті. Губкамен немен. Машина полный жуып біттік, напор болмай қалыпты судың. Содан кейін немен автомойкамен жуған жоқ, шлангымен сумен жуа салдық. Қазір быт-шыт шам болып тұр. Более-менее жуылды, енді қазір тряпкамен сүртіп аламыз. И сосын болды. Сосын не, ана пылесос бар. Грас деген өте жақсы пылесос. Осымен қазір пылесос тауып аламыз да, ішін шаңын сүртіп.
Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты плачешь на полставки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты плачешь на полставки. Открываем свое дело. Машиналарды алыстап аткан. Кош печенье жеп. Куплю себе машину и уеду далеко. Куплю родителям дом и что-нибудь еще. Достар, сонымен көлік 2014 жылғы жүрілген шақырымы 84 мың шақырым. Дәл қазіргі бампер ештеңе боялмаған, капот бүкіл толық өзінікі десе де болады. Ешқай жері боялмаған. Бүгін сондықтан да жаңа клиенттер кеп алып атқан кезде бір аңғай қырсықтар болып қалды. Кейде сатайын деп атқанда ұрып аласың, сөйтіп аласың, бүйтіп аласың, сызып аласың, баллон жарып аласың. Болмас үшін мынандай жай гараждың алдына ешқандай ренжімеңіздер. Келесі көліктерді жақсы бір жер таңдап, таудың маңайына ма бір жерге жақсылап түсіретін боламыз. Енді көлік қысқаша айтып кететін болсақ, көлік 5 жыл болды, бір қолда бір адамда. Бұл ең толық комплектация емес, бұл ортаңғы комплектация. Эко-кожа, шамал, Былғары, Алькантара сияқты. Сонымен достар, бұл жерде бұл дөңгелек бізде профилін айтатын болсақ, диска 17, 225, 50, 17. Профиль, низко профиль. Покрышкасы қытайлық покрышка екен. Білмеймін, енді бір жылдың ішінде ол хозяин ауыстырды деп ойламаймын. Сондықтан да бұл дөңгелек әлі сол жүріп жүрген дөңгелек қой деймін. 84 мың шақырымды еңсеріп тастапты. Енді көлік 6 жыл болған көлікте енді былай айтатын болсақ, қара көлік деген тазалықтың жауы ғой өзі. Бітті шам болса қараңыз, быт-шыт болып бітті сырық болса олардың бәрі көрініп сөйтіп қалады. Енді көлік жаңа емес, 6 жыл болған көлік, берліс қораптында май ауыспаған, тағы грем, ол да ауыспаған бұл жерде. Бұл жерде енді айтатын болсақ, шамалы сыртында зайчик дейміз ғой, зайчиктер бар. Міне майысқан жерлері де бар, міне көріп тұрсаңыздар. Бір майысқан жері, одан есік, уақыт өзінікін алады ғой достар. Мына жерде бар, мына жерде бар. Сондай енді таңертең Алла қаласа көлікті таңертең алып кетеді. Сондықтан да лишний жүріс жасағымыз келіп тұрған жоқ. Сондықтан да көрсетейік. Қозғалтқышын көрсетейін достар. Қазір капотты ашайын. Что экшн камера микрофон менде, сондықтан да дауыс естілмей қалып жатуы да мүмкін кей сәттерде. Қозғалтқыш көлемі 2 литр, 150 ваттың күші, толығы жетек, Донс. Көрсетші, осылай ішін бір көрсетіп ал, ешқандай жуылмаған, вообще алғалы жуылмаған қозғалтқыш. Достар, багажын көрсетейін, қазір ашып. Так, багажын көрсетейік. Міне артқы камерасы бар, көріп тұрсаңыздар. Артқы камерасы мен парктрониктар бар. Міне 4 парктроник көріп тұрсаңыздар 4 жағында. Одан кейін достар, мына кезде багажы толық айтатын болсақ, мынандай сетпен жиналады, шторкасымен жиналады. Багажының көлемі 591 литр. Толық көлем 591 литр. Қазір микрофонды былай ұстап алайын. Так, астын көрейік полкасын. Астында полкасы өте маған ұнады. Өйткені ашқан бетте ыңғайлы өте. Темір емес, қатты бір пластмасс, сондай материал, даже пластмасс емес, сондай жұмсақ материал өте жақсы. Қосымша заттар, міне қосымша қосалқы дөңгелегі, домкрат, кілт саймандары, аптечка, огнетушитель болды. Бар болғанда бір шам ғана. Достар, мен айттым өткенде де Ренода бәрінде неге осы кроссоверлерді алғаннан кейін екі жағына шам қоймайды. Мына Тюксонда бір жағында ғана көрсетші. Ол өте үлкен минус достар. Өте үлкен минус біреу ғана. Ал түнде, реально түнде көрінбейді сіздерге шынымен. Мына шторкасы өте ыңғайлы, жақсы шторка. Маған ұнады. Бірақ все-таки қатты ауыр заттарды қоя алмайсыздар, өйткені бұл жыртылып кетеді. Бізде тағы несі бар? Мына кезде замокты, егер жаңағындай замок қатып қалған болса, дұрыс жабылмайтын болса, осы жерден регулировка жасауға болады ішінен. Осы жерден. Бұл екі жағында, короче, мына шамдарды ауыстыруға арналған. Шамдарды көріп тұрсыздар ғой, стоп, задний, осылардың шамдарын осы жерден ашып, ауыстыра салуға болады. Бұл жерде айттық, қандай минустар бар бұл көліктің? Минустар бар бұл жерде енді өте мелочь десек те болады. Минус подсветка, номердің шамы жанбайды, осы жағы ғана. Бірақ негізі не лампочкасы қиылып қалған, атак былай салып көрдік, ол жанып тұр. Одан кейінгі бір минус,
алдыңғы пассажир отыратын, жолаушы отыратын терезе сол жақтан ғана ашылмайды. Сол жолаушы ашып жаба алмайды. Ал жүргізуші оны ашып басқара алады, бүкілін істейді. Ал егер ол істемей қалды десек, онда ол просто тоғы ғана істемей тұр, контакт тимей ма сондай. Ал оны жүргізуші басқара алады. Ал егер жүргізуші басқарғанда ол істемейтін болса, онда моторчик кетіп қалған болады. Ол демек моторчик кетпеген. Ол жерде тек қана замыкание ма бірдеңе болып тұр, оны ашып электрикқа апарып көрсету керек. Оны айттық, ол минустарын. Сонымен достар, салонын көрсетейін. Салон қандай? Салон көрсетпестен бұрын мына кездерінде тырнақ тиетін жерлерге ручканың астына көріп тұрсаңыздар, осындай пленка жабыстырылған, өте жақсы, сызылмайды. Салонын көрсетейін сіздерге. Бұл жерде так сразу мына жерден көрсететін болсам, бұл жерде 4 терезелерді ашып жабуға арналған батырмалары, терезеден жауып қоюға, одан кейін есіктерді құлтап қоюға, одан кейін ең қызық ұнағаны маған мына айналарды жинап тастау. Көріп тұрсаңыздар. Қазір оған отдельный видео шығарамыз, қазір мына кезден шығады, осылай тұрғанда. Сонымен достар, салонына отырсақ, салон көрсетейін. Бұл жерде ең толық комплектация болмаса да, Hyundai'да бұл жерде кішкентай экран бар, көріп тұрсаңыздар, оны қазір қосып көрсетсем. Одан кейін мульти-руль және қоңырауларға жауап беріп, және басқарылуға болады телефонның Bluetooth арқылы. Одан кейін сіздерге кілтін көрсетейін. Бұл жерде кілті мынандай жалғыз кілт екен, ең минус осы жалғыз кілт екен, екінші кілт болмайды. Негізі кез келген көлікте 2 кілт береді ғой. А бізге сатып алғанда бір-ақ кілт берді дейді. Сондықтан да қосып көрейін көлікте. Бұл жерде ешқандай чек, ештеңке жанып тұрған жоқ. Қазір көрсететін боламын, бүкіл подушканың бәрін көрсетіп тұр, қауіпсіздік жастығының бәрін. Климат контроль, негізде шамдар бар, сары шамдармен. Мына жақта да ең бір жаман жері, мынау козыректі ашқан кезде шам автоматты түрде жанбайды, оны қолмен басып жағу керек. Автоматты режимге де қойылмайды. Бүйтіп қойып қойсаңыз, ол бүйтіп жауып тастап, сөндіріп тастайды. Ал өзі автоматты түрде жанбайды. Одан кейін құжаттарды сақ қоюға мынандай қалтасы бар, тоже құжаттарды қыстырып жүруге болады. Бүйтіп жаба саласыз. Одан кейін очки салатын жері, орны. Мен жақта да шамы бар, көріп тұрсаңыздар. Мен жақта да айна бар. Ол өте үлкен плюс. Мен жақта да айна болған, өте үлкен плюс. Қоңырауларға жауап бергенде міне осы жерлерден жауап бере бересіз. Осы жерде кетеді сіздің дауысыңыз, сөзіңіз. Одан кейін бізде мынау техпаспорт сала салайық. Техпаспортты көрсетпей қойын сіздерге, маңызды емес қой техпаспорт бәрі. Көлік бізде датасын айтайын, қай күні регистрация жасалғанын 11.03.2015 дейді. 2015 жылғы 5 жыл болған көлік, әлі бір адамда. Бұл жерде былғары салон, былғарысы енді Renault-нен жақсы, бәрібір Renault-нен жақсы. Бәрі эко-кожа, бір керемет бір кожа деп айтпаймын. Бір жақсы кожа, бір немістердің асып кетеді деп. Жоқ, кожа, простой кожа, эко-кожа, просто жақсы жағдайда. Жарылмаған, ешқандай несі жоқ. Одан кейін бізде мынау ортаңғы беріс қораптың жанындағы қалталарды, көбіне көліктерде осы жерінде қалта болады ғой, осылай, ешқандай емес. А бұл жерде Porsche Cayenne бар ғой, Porsche Cayenne дизайнын алған, тур осылай істей салған. Әдемі көрінеді. Беріс қорабы автомат, 6 сатылы, простой автомат, айтып жатамыз ғой, надежный деп. Сенімді беріс қорабы, толық жетек. Бұл негізі в основном жеңіл көліктер сияқты алдыңғы жетекпен болады. Ал жаңа бір жерлерде тұрып қалатын болсаңыз, қыста сондай мезгілдерде артын қосасыз. Hyundai'да ең бір ұнаған жері маған өте ыңғайлығы. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, стақан салғыштар, кез келген бутылкаларыңызды салып қоюға өте және де терең қарап тұрсаңыздар. Қолым ешқандай су төгілмейді және орындықты нақты тұрады. Алдыңғы жолаушыларға не бар? 2 режимде орындық жылытқыш бар. Бірақ еркектерге айтарым, қоса бермеңіздер. Тұрмай қалады ертең. Оны қосуға болмайды, оны медицинада дәлелденген. Одан кейін дәрігер болып кеткесін дейсің ғой. Одан кейін достар, бардачокты ашайық. Бардачок бұл енді күшті, өте жақсы комплектация халыққа арналған. Бардачокты салқындатуға болады. Кез келген суларыңызды салып қоюға болады. Жақындап көрсетші. Міне, осы жерін ашып қоясыз. Климат контроль қосқанда осындай. Осы жерін ашып қоясыз, бітті. Салқындап тұрады, су бәрін салып қоюға болады. Өте күшті, тамаша жағдайда тұр. Көлікті оталдырып қояйын.
Қазір көріп тұрсаңыздар, міне салонның светін жағайық. Бүкіл іші Hyundai как обычно көк болып жанады, мына подсветкалары дейміз ғой. Көк әдемі, нормально жанады. Бұл жерде кішкентай экран болса да, сенсорный экран. Және де қарап тұрсаңыздар, артқы камерасы бар. Істейді ең бастысы. Таяп түсірші. Салдық, міне. Парктроник бәрі бар, істейді. Міне. Қазір қайттан салам. Жақсы істейді. Бірақ экран кішкентайлығы шамалы. Онда тұрған ештеңке жоқ. Бұл жерде флешкаңызды да салып қоюға болады. Міне 12 вольт телефон зарядтайсыз да, USB, iPodқа, AUX және де міне шылым шегетін болсаңыздар. Содан кейін достар, бізде климат контроль бар. Бұны басып қалсаңыз, мінекейіңіз. Басып қаламыз. Бұл сізге климатқа қолайлы климатты өз қойып береді, климат контроль. Одан кейін достар, бізде круиз контроль. Бассаңыз міне. Оны өшіреміз. Барлық істеп тұр достар, барлық істеп тұр. Круиз контроль бар, ол өте керемет. Ұзақ жолға шыққан бетте белгілі бір скорость сақтап қойыз, 120, 140. Сол круиз контроль басып қойыз ұзын жолда. Сонымен кайфовать етіп отыра бересіз. Так, не айтсақ болады? В общем, дайындалмаған қиын екен. Адамға ең бастысы қауіпсіздік қой. Бұл жерде 10 қауіпсіздік жастығы бар, Hyundai'да 10 қауіпсіздік жастығы. Бұл өте жақсы. Міне жүргізушіге, жолаушыға және міне тағы бір жолаушы мен жүргізушіге 2 облицовка да бар. Осындай, одан кейін орындықта бар міне. Көріп тұрсаңыздар, қауіпсіздік жастығы. Одан кейін міне мына боковойында да қауіпсіздік жастығы. Одан кейін артқы жолаушыларға тоже артқы жағында бар. Сонымен достар, мына жерінде тағы бір өш жерін қарап жүрейік. Міне қосымша шынтақ тірегіштің астында тағы бір заттарын салып қоюға ыңғайлы орын бар. Өте жақсы терең, міне қолымды былай салсам, тереңдігі осындай. Өте жақсы көп заттарды салуға болады. Дегенмен отбасылық көлікке жатады. Жас отбасыларға болса да, көлік жақсы керемет көлік деп айтуға болады Hyundai'да. Және достар, ең бастысы көлікті сату ғой. Hyundai, Kia дегендер машиналар, бізде Toyota жақсы сатылатын машиналар. Алып сатып жүруге де ыңғайлы көліктер. Renault сияқты емес. Достар, артқы орындығына отырып көрейік. Міне мен өзіме ыңғайлы қылып отырдым жаңа. Міне жүргізуші өзім болдым. Қарап тұрсаңыздар, міне өте көлік кеңінен жабасылай. В общем, мен достар өзімнің артыма отырдым. Қараңыздар, тізем қаншалықты орын бар тіземе не ортада. Мына жерде шынтақ тірегіші бар. Өте ыңғайлы, биіктігі. Кейбір көліктерде бар ғой, слишком жатып кетесің ғой бұлай. Бұл көлікте бұлай өте ыңғайлы, бойымен міне еркін қолды бұлай қоюға, қол талмайды да бүйтіп түсіп кетпейді де, өте ыңғайлы, жақсы маған ұнады. Одан кейін мен төбем тимейді. Көріп тұрсаңыздар, қанша орын бар төбеде, өте өзімді кең сезініп отырмын. Одан кейін міне артқы жолаушыларға да орындық жылытқыш бар. Артқы жолаушыларды да ойлағанмын, көріп тұрсаңыздар. Артқы жолаушыларға және міне терезелерді ашып жабуға да арналған. Жалпы көлікке мен сияқты 2 адам отыратын болса, ыңғайлы, өзін комфорт сезініп, алыс жолға шықса да болады. Ал егер мен сияқты 3 адам отыратын болса, көлік тарлық болады, шынымен. Ал бұлай 2 адамға жайлы отыруға өте ыңғайлы. Одан кейін колонкалардың фирмасын білмедім, бұл жерде простой колонкалар тұр деп ойлаймын. Өзім музыкаға қатты мән бергеннен кейін көп колонкалар көңілімнен шыға қоймайды. Енді просто музыкамен ауырмайтын адам болатын болса, бұл нормальный колонка, бұл шығады нормальный дауыс. Содан кейін тағы бір айта кететін жайт, көлік жаңағыдай енді толық былғары болмаса да, мынандай отыратын жері алькантара сияқты кеткен, сондай осындай жерлер ғана былғарымен, енді эко былғары ғой. Міне одан кейін жүргізушінің арты осындай мына жері пластмасс, подголовник дейміз ғой басқа. Одан кейін сырты былғарымен, одан кейін мына жері былғарымен де, мына кез пластмасс, мына жері былғары. Өйткені былғары болған ең бір жақсы жері, бір плюсы мата тряпкаға қарағанда, тряпка шам болып қалады, шаң кетпей қояды, ал кожада ең бір жақсы жері аласта сүрте саласыз, дым жоқ. Көлік негіз бағана жаман шам болған, быт-шыт болған, бардак болған, ана білмеймін енді, ішін вообще өлтіріп бүкіл колхоздардың бәрін алып тастадық қой. Содан риза болып отырмын, как будто мен алатын сияқты отырмын көлікті. Шынымен арты орын кең, маған арты ұнады.
өте орындықтардың өзі, бұны қарап тұрсаңыздар, боковойдың бәрі орындық ыстық құшақтап алады отырғанда. Ал Дастерде ана каптурларда отыржың ғой, бір тақтайда отырған сияқты ше. Сен құшақтамайды. Сонымен достар, так бүгінгі съемка аяқталды. Тағы бір айта кетейін, көлік қанша бағасы қанша жайлы. Бұл көліктің нарықтағы бағасы қазіргі таңда 6 миллион 700-800 манайы, енді орташа бағасы. Бұл көлікті біз 6 миллион 800-ге қойдық колесоға. Одан кейін бізге ешкім, көбісі адмен, анау мынау карантин, сонымен ұзақ тұрып қалды, бір 10 күн тұрып қалды. 10 күн тұрды, міне 10 күннен кейін сатылып жатыр Hyundai. 10 күн бұрын салдым, міне кейін кетіп баратыр. Бағасын айтайын, бағасын біз 6 миллион 500-ге түсірдік, саудасы болып 6 миллион 400-ге кетіп бара жатыр көлік. Сонымен достар, бүгінгі қысқаша, өте қысқа біздің шолуымыз аяқталды. Достар, міндетті түрде Ера Казавто арнасына жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Достар, сіздермен қоштаспаймыз. Алда тағы қызықты жобалар болады. Бүгін уақыт өте қысқа болып қалды. Және де бұл көріп тұрсыздар, жаңбыр жауып тұрмын. Дәл тұрғанда осы жаңбыр жауып тұр үстіме. Қолыма да су тигізуге болмайды. Сондықтан да достар, бүгінгі жоба шығарылымы аяқталды. Міндетті түрде достар, каналға жазылып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесіде көріскенше.